иә. Енді армандарымыздың бәрі орындалып жатқан мына ер азаматтарымыздың арқасы ғой. Армандап жүрген шетелімізге де барып қайттық. Армандап жүрген машинамды да алып міндім. Армандап жүрген шубамды да алып кидім, иә. Енді бір арманым өзімнің жекеменшік бір салон красотыйым болса. Ботекс жасатып, маникюр педикюрларымызды жасатып, массаждарды жасатып, күнде рахаттанып өмір сүрсек қой. Сосын ана бір әдемі пародный бір мысықтар бар ғой, сонда алып алсам деп отырмын, саған да жұғысты болсын. Давай, жақсы. Кім ол? Зуля ғой. Өмірлерің рахат қой, қатын болған күшті шығар. Осындай кезде неге бір қатын болмадың деп армандаймын. Күшті ғой, арманыңды бүйтіп айтып оны орындатып алған, Біз сол еркектер бір-ақ арманымыз бар, оны да айта алмаймыз ғой. Айтсай арманыңды? Қойшай, орындай алмайсың ғой бәрібір. Орындаймыз, айтсай. Точно ма? Иә. Айта берейін ба? Иә. Ренжіп қалмайсың ба? Жоқ. Қойшай, ренжіп қаласың сен. Сорлы сол тоқалды айтамай отырсың ба? Мә, тоқал. Айттым ғой ана. Мен сорлы бір арман бар, оны да орындай алмай өліп кететін шығармын өмірде. Қойшы, қанша арман орындап. Дәмеленбей ақ қой. Алло, қатын, қайдасың? Үйдемін. Не істеп жатсың? Тамақ істейін деп жатырмын. Тамақты қоя тұр. Бүгін бір жақсылап тұр, балық қуырыш. Балық жейік бүгін. Болды, қуырам, болды. Қоя тұр. Не балық әкеп қойып пен неге? Немді қуырам мен? Ой, жынды қатын. Сен қуыра берсең, мен апарам ғой балықты. Жынды ма, бірдеңе осы қатын ше? Алло? Бейбіғат апай, саламатсыз ба? Иә, ертілектің папасын ғой. Иә. Нашарлап кетті? Білмейді кім. Командировкадан бүгін келдім мен. Иә, қазір тексерем ғой, жанын шығарам орын. Иә, ертілек. Папа. Бері, күнделігіңді әкел. Отырыңдар жіге. Сен неғып сабағын нашарлап кеткен? Оқып жүрмін ғой. Көз көреміз оқыған. Мынаусы несі? Мынау күнделігің толған екі ғой сенің. Математика екі, мынау немене? Орыс тілі екі, тарих екі, қазақ тілі әдебиет. Немене мынау сызу бәрі екі? Ішінде бесте бар ғой, қарсаңызшы. Қана? Бір бес тұр екен ғой. Қай сабақ бұл? Ән күй сабағынан бес дейді? Сен двоечник неменеге жетісіп ән айтып жүрсің? Күнделігің толған екі. Әке, мен әнші болғым келеді. Әнші болсаң, әншіге де білім керек. Білімнің керек жоқ екен ғой. Әншілердің көбісі двоечник болған екен ғой. Қой? Иә. Оны білмеппін не? Сен қайдан білдің оны? Бар өмірбаянын оқысаңызшы. Мейлі, әнші болсаң әнші бол, аман бош әйтеуір. Түсінбей қалыпты, не болып кетті осы? Әкешім, анашым, мен бүгін бірінші орын алып келдім. Қой? Бәрекелді, жарайсың әй? Жекпе-жектен ба? Иә. Бәрекелді. Сен негіз анау атаңа тартқансың, Қабанбай атаңа. Қабанбай атаң жекпе-жекте жеңілмеген ғой? Жоқ, ер нағашысына тартат деген менің төркініме тартқан ғой, жаным менің. Оттама. Дәл осы жері Қабанбай атасына тартқан. Мәне, қараш, Қабанбай атасы бір жеңілмеген ғой. Менің төркініме тартқан қойшы. Оттама сенде, қатыра дегенсің. Ұқсамайды, өзің аталарда ұқсайды. Менің төркініме тартқан. Немене мынау? Күнделігің толған екі. Сен спортқа береміз деп құртып алған шығармыз біз? Нағашысына тартат деп отырмын ғой кеше. Міне, нағашысына тартқан. Өңшең двоечниктер, маубастар, ұйқыбастар, нағашылары. Қой айналайын. Менің төркінім тұқымы таза, дәл осы жері өздеріңе тартқан. Нағашыларына тартқан. Кеше айтқансың, ер нағашыға тартат деп. Міне, результат.
Айналайын, менің төркінімнің тұқымы таза, білесің ба? Біздің тұқымнан 5 болыс 3 би 2 аға сұлтан шыққан. Қой, соның бәрі бір тұқымнан шыққан ба? Иә. Не деген дәу тұқым ол? Динозаврдың тұқымы ма? Сабағыңды оқысай, мен төркініме тіл тигізе бермей. Оқы сабағыңды.